кетсін. Жаңа айтатыныңыз бәрі Алла тағала деп, иә. Мен де осындай жағдайда болдым. Қазір сіздердің бәрін нелеріңізді естіп түсініп жатырмын да. Менде де денсаулығымда қатты проблема болды. Әсіресе коронавирустан кейін 64% поражение легких. И одан кейін олар гормонға отырғызбайды. Мен преднизолонмен емдеп, преднизолон өте сильный гормон екен. И менде күннен күнге больницаға барам, маған ауырып қосып береді. Мына жерім ауырып десем, бір күні бауырым дедім, бір күні грыжа дейді, бір күні тізем ауырады, мастопатия, пораженский проблема. Уже мен айттым, мен неужели өйстіп жүре беремін деп, уже жұмысқа әрең барасың, кейде жұмысқа бармай қалады. И тоже сіздер айтқандай Құдайдан сұраймын ғой. Негізі 12 жыл бұрын мен осы алоэні ішіп көргем. Асқазаныма, панкреатитқа осыны ішіп, 3 литр сок алоэ, пробиотик, мягкая чистка ғой, ішінде чай болды. Соның ішкенде мен панкреатит кетіп қалған. Еще мен 10 жыл бала көтермей бір қыз туып алдым. 2 айдан кейін қарасам, аяғым ауыр. Врачқа барсам айтады, какие БАДы пила деп. Сонда алоэ верасы болды, алоэ вераға рахмет айтты. 10 жылдан кейін бір қыз туылады, ол кезде, может, бизнесті естімедім ба, білмеймін. Кейін айхер пішемін, қара зере дегендер шығып жатты ғой сол кезде. И бір күні Құдайдан сұрап отырмын, и ана сары баночканың бейнесі келеді, шын айтамын ғой. Асыр намаздан кейін, и мен алоэ вера, мен баяғыда ішіп едім ғой, бұрынғы қызға звондасам, ол жоқ, ол уже істемейді. И сіз айтқандай алоэ вера деп инстаграмға жазып, Әсел Ахметжанова спонсорымды тауып, ол кісінің консультациясымен тоже тіркелуге қорқып, қарашада сияқты тіркелмей 100% бағамен алып, өзім результат көре бастағаннан кейін, уже адамдар сұрай бастайды, бетіңе не жағып жатсың, не істеп жатсың деп, шашым өсе бастады, шаш түсіп қалады ғой, білесіздер ғой, иммунитет деген болған. И осы өнімді ішіп, денсаулығымды түзетіп алдым, жаңағыдай аурулардың бәрі. Кейін есіме түседі ғой, менде хронический пиелонефрит болды ғой, ол қайда кетті деп. И өзім результат көре бастағаннан кейін бірінші анам аяғы ауырады, дәретханаға барамай қалды, давление, и уже қап-қару аз кеткен, туалетке барамын. И мен өзі айтпаймын, бізде сетевойды айтуға болмайды ғой. Молча сокпен пробиотик жасап кетіп, мамамнан ішті. Мамам 4-ші күн туалетке өзі барды. И постепенно осыны ішіп, мамам Құдайға шүкір, денсаулығы жақсы, қазір 2 рет қалып келді. Но бәрін сустаудан программа айтылса ғой бүгін. Мен сустаудан программада қатты опытым бар деп айтамын, бірақ көп адамдар ішіп результат алып жатыр ғой. Менде С9 бағдарламасы. Ол менің амбассадорым. Марафон. Мягкая чистка ғой, жаңағы, 3 литр сок алоэ,